Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 8-ші бөлім дұрыс тамақтану, гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Сабақтың тақырыбы сүт тағамдары. Оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазу. Одағай түрлерін ажырату. Сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазу. Одағай түрлерін ажырату. Бағалау критерийлері мәтін құрастыра жазудың талаптарын біледі. Оқылым және тыңдалым материалдары негізінде өз ойын жинақы бере алады. Одағай түрлерін ажыратады. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бағалау парағымен танысып өтіңіздер. Бағалау критерийлері мәтін құрастыра жазудың талаптарын біледі. Оқылым және тыңдалым материалдары негізінде өз ойын жинақы бере алады. Одағай түрлерін ажыратады. Бірінші тапсырма бойынша негізгі ақпаратты анықтайды, 1 ұпай, жинақы мәтін жазады, 1 ұпай. Екінші тапсырма бойынша сүт өнімдерінің құндылығын, пайдасын анықтайды, 1 ұпай. Үшінші тапсырма бойынша еліктеуіш сөздерді анықтайды, 1 ұпай. Мазмұнды сұрақ құрастырып, жауап бере алады, 1 ұпай. Төртінші тапсырма бойынша одағайды мағыналық топқа жіктейді, 1 ұпай. Одағай сөздердің өзіндік ерекшеліктерін анықтайды, 1 ұпай. Бесінші тапсырма бойынша тест орындау, 1 ұпай. Барлық ұпай 8 ұпай. Балалар, берілген суретке назар аударып, суреттерді бір-бірімен байланыстырыңыз. Бұл суреттерде қандай байланыс бар? Жақсы, балалар, олай болса, өз жауабыңызбен салыстырып көріңіз. Бұл суреттерді бір-бірімен байланыстыруға болады. Себебі сиыр төрт түліктің біріне жатады. Одан сүт алынып, сүттен түрлі өнімдер жасалады. Сүттен жасалған тағамдар дүкендерден, зауыт фабрикалардан біздің алдымызға келеді. Тамаша, балалар. Келесі бірінші тапсырмамыз. Қандай сүт өнімдерін білесіздер? Сүт өнімдерінің қандай пайдасы бар? Кластер құрастырыңыз. Тапсырманың дескрипторы сүт өнімдерінің құндылығын, пайдасын анықтайды. Өз жауабыңызбен салыстырыңыз. Сүт өнімдеріне сүзбе, май, айран, ірімшік, қаймақ, құрт, тағы басқалары жатады. Сүт өнімдерінде кальций бар, сүйекті, тісті нығайтады, бұлшық еттің қызметін жақсартады, тәннің жұқпалы ауруларға күресін күшейтеді. Олай болса, балалар, екінші тапсырмаға кірісейік. Мәтінді мұқият оқып шығыңыз, негізгі ақпаратты сақтай отырып, жинақы мәтін жазыңыз. Сүт өнімдерінің пайдасы. Сүт тағамдарынан қымыз, шұбат, құрт, ірімшік, қатық, айран, уыз, май, сүзбе, тағы басқаларын пайдаланамыз. Бұлардың барлығы да адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Ірімшік қазақтың ұлттық сүт тағамдарының ішіндегі ең ежелгі, ең көп тараған және адам ағзасы үшін аса маңызды тағам. Дайындалуы алдымен сүтті қазанға құйып, алдын ала жуылған мәндірді үлпершек жағын бетке батырып, қазанның бетін жауып, 2-3 сағат ұйытып қояды. Қазанның астына от жағып, ұйыған сүтті бүлкілдетіп, сары суы сарқылғанша баяу қайнатып пісіреді. Ірімшіктің құрамында адам ағзасының қызметі үшін маңызды
макро, микро элементтердің барлығы бар. Сондықтан сүт тағамдары күш қуаттың қайнар көзі. Сүттің тағы бір қасиеті түрлі азық-түлікпен керемет үндесіп, адам тағамының биологиялық құндылығын көтереді. Сүт азықтық құнары жағынан кез келген тағамды алмастыра алады. Өзге бір тағам сүттің орнын баса алмақ емес. Өйткені сүт организмге түсетін қоректік заттардың көлемін арттырып қана қоймайды, сонымен бірге май, белок, көмірсу, минералды тұздар, тағы басқалармен бірлесе, үндесе отырып, осы қоректік заттардың организмге сенімділігін арттырады. Тапсырмамыздың дескрипторы негізгі ақпаратты анықтайды, жинақы мәтін жазады. Олай болса, балалар, сіздерді дұрыс жинақы мәтін құрастырды деп ойлаймын. Сүт тағамдарының адам ағзасына тигізер пайдасы мол. Сүт адам тамағының биологиялық құндылығын көтереді. Құнары жағынан кез келген тағамды алмастырып, қоректік заттардың адам ағзасына сіңімділігін арттырады. Келесі тапсырмамыз, балалар. Мәтіннен еліктеуіш сөздерді табыңыз, сұрақ құрастырыңыз. Тапсырманың дескрипторы еліктеуіш сөздерді анықтайды, мазмұнды сұрақ құрастырып, жауап бере алады. Жақсы, балалар, сіздер де еліктеуіш сөздерді тапты деп ойлаймын. Бүлкілдетіп сарқылғанша пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Сұрағы қалай пісіреді? Келесі тапсырмамыз. Берілген сөйлемдер арқылы сөйлемдердің мағынасын аша отырып, сөйлемнен одағай түрлерін табыңыздар. Қап, сүттің ашып кеткен-ай. Шіркін, қазір әжемнің құрты болса ғой. Тух, сүтті ұйытуды ұмытыппын. Тәйт, ақты төуге бола ма екен? Мәссаған, қымыздың бағасы қымбаттап кетіпті. Көз-көз жануарым, өркешіңнен айналдым. Тапсырмамыздың дескрипторы одағайды мағыналық топқа жіктейді, одағай сөздердің өзіндік ерекшелігін анықтайды. Балалар, өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Қап, жағымсыз көңіл күй одағайы. Шіркін, жағымды көңіл күй одағайы. Түх, жағымсыз көңіл күй одағайы. Тәйт, жекіру, тыйым салу одағайы. Мәссаған, таңырқау, туынды одағай. Көз-көз, түйе жануарына айтылатын одағай. Балалар, ұялы телефондарымызды алып, кахот тест тапсырмасын орындаңыз. Бірінші сұрақ. Мәссаған көңіл күй одағайының түрін анықтаңыз. А. Жекіру. Б. Таңырқау. С. Өкіну. Екінші сұрақ. Пай-пай сөзінің айырмашылығын табыңыз. А. Одағай сөз. Б. Негізгі одағай. С. Күрделі одағай. Үшінші сұрақ. Көңіл күйді білдіру үшін қандай сөздер қолданылады? А. Одағай. Б. Еліктеу сөз. С. Шылау. Тамаша, балалар, дұрыс жауабын салыстырып қойыңыздар. Тесттің дұрыс жауабы, балалар, бірінші Б, екінші С, үшінші А. Балалар, сабақтың басында танысып өткен
бағалау парақшасымен өздеріңізді бағалап қойыңыздар. Өздеріңізді әділ бағалады деп ойлаймын. Сабағымызды термометр әдісі арқылы қорытындылайық. 36-да 6 десеңіз, қызықты да түсінікті болды. 38 десеңіз, қызықсыз, күрделі болды. 34 десеңіз, пайдасыз, құнды емес. Үйге тапсырма балалар. Сүт өнімдері және олардың пайдасы тақырыбында эссе жазу. Бір сүт өнімін таңдап алып, оның пайдасы туралы жазу. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар балалар.